күн құрметті оқушылар, ұстаздар және де қонақтар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жылды балалар жылы деп жариялаған болатын. Еліміздің ертеңін қалайтын жасөспірімдердің сапалы білім алуы және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдай жасауымыз қажет. Осы орайда оқушыларды мектепке күнделікті тасымалдауды сапалы ұйымдастыру және автокөліктерді жаңарту мақсатында Ақмола облысының әкімі Маржықпаев Ермек Боранбайұлының қолдауымен іргелі жұмыстар жалғасын табуда. Абай атындағы нөмір 2 жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне және де Еңбекшілер ауылының жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне ауданымызға келген 3-ші және 4-ші Ютонг маркалы автобусы беріліп отыр. Биылғы жылы ауданымыздың білім саласына, ұстаздар қауымына, болашағымыз балалардың дамуына бағытталған тың жобалар жүзеге асырылып келеді. Соңғы жылдары Қазғаратау, Еңбекшілер Абай мектептеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, алдағы уақытта Болынды ауылында жаңа мектеп құрылысын жалғастырамыз. Тамыз конференциясында ауданымыздың Қазғаратау жалпы орта білім беретін мектебіне және республикасының күні қарсаңында Степняк қаласында нөмір 1 жалпы орта білім беретін мектебіне автобусы берілесі. Бүгінгі күні дәл осындай 3-ші және 4-ші автобустар Абай және Еңбекшілер атындағы білім орталығына бөліп отыр. Бұл істер алдағы уақыттарда жалғасын табатын болады. үшін Ақбиенің қарны жарылған күн, баршамыз сондай қуаныштымыз. Осыдан 1 жыл бұрын ғана мектебімізге күрделі жөндеу жұмыстары жүргіздік. Жылы да жайлы мектеп үшін қуанған болсақ, көп жылдан бері күтіп келе жатқан автобусымыз биылғы жыл табыс етіліп жатыр. Сондықтан облыс басшысы Ермек Боранбайұлынан бастап баршаларыңызға алғысымыз шексіз. Мінекей көріп тұрсыздар өздеріңіз, оқушыларымыздың қуанышында шек жоқ. Алла жазса, ертеңгі күннен бастап біздің жаңа автобусымыз, жылы автобусымыз жолға шығады. Құрметті Достанбек Берікұлы және жиналған қауым. Бүгін мен ата-ана ретінде өте қуаныштымын, жаңа автобус сыйланып жатыр. Бұл бізге биылғы балалар жылында беріп жатырған үлкен сыйлық деп ойлаймын. Жалпы менің өз немерем де осы Ақтас ауылынан Еңбекшілер орта мектебінің даярлық сыныбында оқып жатыр. Менің сіздерге жаңа ата-аналар атынан сізге өте алғысым шексіз. Сіздердің осы жасап жатқан қолдауларыңыз, ықыласыңыз біздің кейінгі ұрпағымызға жасалып жатқан игілікті іс деп ойлаймын. Жаңа көлік оқушыларымыздың игілігі үшін қызмет етсін. Оқу жылы табысты болсын. Келесі кездескенше қош, сау, саламатта болыңыздар.